айтып отқанның барлығы күйіктен шығып жатыр да, мына ішкі жан айқайы ғой. Қанша айтпай үндемейін десең де, ана жерде отырып көріп тұрып қалай үндемей отыра аласың. Қазір енді мынау қазір шығатын болса, ояққа барғаннан кейін тағы да бір Құдай біледі. Неше түрлі адам баласынан ол тек артылмаған екен ғой, ондай нәрсе. Мен соған көзім жетті. Баяғыда кітаптан оқитынбыз ана. Ботагөзден, Сәбит Мұқановтың кітабынан, Қызыл жебе, мына Шерхан Мұртазаның кітаптарынан оқитынбыз. Дәл тура сол жүйе ешқандай айна. Одан жаман қазір қуызы болып кетті ғой. Ол кезде де қуызы болған аға. Қара суға жете алмай, аузын ашқан кісілер болған біздің ата-бабаларының Байтұрсыновтар солай өмір сүрген ол кезде. Ол кезде де қуызы болған. Қазір бар болған сайын, одан зама адамды нетіп жатыр, қинап жатыр. Қинаған үстіне қинап жатыр. Әділетсіздік. Әділетсіздікте жоқ, заңда жоқ, соттан сот емес па, сен показатель жасап жатыр ғой. Соның кейін ана Бағдагүл деген кісі жатыр екен неде? Өте жаңағы не қарындасымыз екен, жаңағы балай нетіп қалдық халық үшін жаңағы жанын берген ондай кісілер аз мы? Сондай кісілер көбірек шыға берсе екен, халықты ойлаған міне нағыз жанашыр баяғы Әлия мен Мәншүктің сіңілілері деп айтса да болады. Қобыландының әйеліне құртқаны білесіздер ғой, құртқанның тектері деп айтса да болады. Сондай бір жазған сөздерінде де, айтқан сөздерінде де мағыналы, мәнді жаңағы нелері, сондай кісілер бар екен. Енді ол кісілерге де бір кішкене қолдау көрсетсеңіздер. Оларға барып жүрміз біз. Ұмытпаңыздар, ұмытпаңыздар. Жаңағымыз кетті, жаңағы нелерін былай. Кейде естіп нетем ғой, қанша еркек болсам да жүрегім нетеді екен. Қиын. Ол өзіміздің байы ғой. Қыз баланың еркек біз шыдаймыз ғой, қыз баланың ондай анандай жерде отырып нету өте қиын ғой. Өздеріңіз түсінсеңіздер. Сіздерге сол байыларға барып жүрміз сапар жүрміз. Оған салып жатқандығы КМБ-дан, тағы да басқа жақтардан, оның барлығы бізге уже беймәлім. Зашетханақтары, оны сіздер де естіп атқан шығарсыз. Түрме деген аядай ғана жер, ол жерде бүкіл ақпараттың барлығы тез жетеді. Сонымен оған да жасалып атқан қысымдары, қарамағына жаңағындай бір құлақ дейді, информацияны өтірік әңгімені бұрмалауға баратын адамдарды хабарларын жеткізетін. Ондайды да естіп отырмыз мысалы. Оның барлығынан біз хабар алып отқаннан кейін, мына кісі де бағана хабарды естіді, жағдайды естіді. Творчестволық адам болғаннан кейін бірден бұл кісі эмоцияға беріледі, ашуланып кетеді, жылағысы келіп кетеді. Сондықтан кішкене неге беріп отқан сол себепті. Бағдагүлді де сіздер ұмытпаңыздар, ағайын. Ол кісінің действительно салар еңбегі де көп. Осы қаңтар оқиғасына байланысты жалғыз мен үшін емес, басқа да танысын, танымасын, әйтеуір қаңтарға қатысы бар деген азаматтар үшін Бағдагүл атсалысты. Иә, білеміз. Сонау президентке дейін барды, президент әкімшілігіне дейін барды. Бүгінгі таңда оған енді ұйымдастырушы дегенді, тағы да басқа деген жалған ақпараттың бәрін біліп жатыр. Сондықтан сіздер де бейхабар қалдырмай, әрдайым көз алдарыңызда ұстап, ақпаратын біліп, жағдайын біліп, не болып жатқандығын араласа отырсаңыздар, үлкен бір нәтиже болар еді. Тергеу әрекетін мінекей сіздер де көріп отырсыздар, қалай жүріп жатқандығын, осыған дейін менің басымнан қалай өткендігін мен кейін айтып беремін. Бірақ ол да өзінің оқиғасын әркімнің өз басынан кешкендігін айтады ғой. Біздің төртеуміздікі бір жерден шығып тұрғаннан кейін жағдай осылай бізге. Енді оның тағдырына сіздер де араша түсіңіздер. Қыз баланы ұмытып кетпеңіздер. Зерекеңнің айтып тұрғаны, Мәншүкке теңеп атқаны, Әлияға теңеп атқаны, ол тұрарлықтай еңбек. Оны екінің бірі жасай алмайды. Мына көкіректерін ұрып, мен бақтарымнан камераның ішінде ей дегендер болмаса, далаға шығып халықтың бір ауыз сөзін айта алмайтын азаматтарды көріп жүрміз. Ал камераға келген уақыттары жағасын жыртып, мен қырам жоям дейтін азаматтарын да көрдік. Шығып мықты болса, қазақта мақал бар. Ақылдының, жақсының ақылы жүрегінде, жаманның ақылы білегінде дейді. Сол білектегі ақылмен бәрін басқармақшы болатындарды ондайды да көрдік.
Сондықтан енді кім білді қарамағында кімнің отырғандығын, қандай қыспақ болып жатқандығын біздің айтатынымыз енді жалпы сол. Біз ешкімді бір біреуді қиратайық, бұзайық деген мақсатта емес. Біз ел болайық, жөн болайық, жұрт болайық, қазақ дамысын. Бүткіл барлық бәріне де жетеді, ата бабаң ұрпағына дейін жетеді. Бірақ әділ болсын. Даже мына соттың өзінде айтамыз ғой, әділ болсын. Кім білді? Қай жағынан бұрмалайтындығын. Өйткені тергеу әрекетінің барлығы да бізге енді белый ниткам шықты дейді ғой, орысша айтқан уақытта көрініп тұр да. Сондықтан мына бір жердегі ақпараттар, мына жақта түсіріліп жатқан прямой эфирлер бар, кейін пайдасы түсіп жатса, сол жерден үзіп алып, сіздерде көрсетесіздер болады. Қазір мысалы сіздер түсіріп шығарып жатсыздар, жаңағы ел естіп жатыр, жұрт естіп жатыр. Бұны кейбір азаматтар басқаша қабылдауы мүмкін. Мына сорлы өзі түрмеде отырып алып, немене деп қақсап жатыр мынау. Өзі сорлы басына бәленің бәрін тілеп жатыр екен мына сорлы. Дейтін азаматтар да бар.